Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен сгущенка жасап көрсететін боламын үй жағдайында. Оған бізге 1 литр сүт және де 270 грамм сахар қажет болады. Енді осындай ыдысымызға сүтімізді құйып, шекерімізді салып, ергенше бір қозғап алатын боламыз. Және де астын қатты отта қоятын боламыз. Біздің сүтіміз міндетті түрде піспеген болуы қажет. Үйдің сүті немесе магазинский сүттер жарай береді. Біздің шекеріміз осылай ерігенше қозғап тұратын боламыз. Міне біздің сүтіміз қатты отта осылай бір қайнап алу керек. Сосын барып астын жай отта қайнататын боламыз. Әр 10 минут 5 минут сайын біз осы сүтімізді қозғап тұрамыз. Өйткені астына жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қозғап тұрыңыздар. Менде 1 сағаттай қайнады. 1 сағаттай қайнаған ішінде осындай түсі өзгеріп шығады. Сәл қоюланып шығады. Міне бізде 1 сағаттай қайнады. Енді отымыздың астын өшіретін боламыз. Міне біздің сгущенкаларымыз әлі ыстық, сәл сұйықтау болып тұр. Суыған кезде міне осылай кішкене суыды, осылай қоюлана бастайды. Енді біз 1 литрден қанша сгущенка шыққанын көретін боламыз. Таразға тартып көрсететін боламын. Осындай кішкентай банкаға құйып жатырмын. Қазір көретін боламыз қанша грамм шыққанын. 570 грамм шықты біздің сгущенкамыз 1 литр сүттен және де 270 грамм шекерімізден. Үйде кейде сүт көбейіп жатады, сол кезде осылай жасап қойсаңыздар, балдар да шаймен жеп қояды. Өте керемет дәмді болып шықты. Енді бетін пищевой пленкамен немесе крышкамен жауып холодильникке 1 түнге қойдым мен. Яғни кешке істедім де азанға дейін тұрды. Міне біздің 1 түніміз өтті, яғни таңымыз атты. Біздің сгущенкаларымыз де қоюланды. Сіздер де тура осылай жасап көріңіздер, оп-оңай жолы. Қазір ыдысқа құйып көрсететін боламын, қоюлығын көретін боласыздар. Егер де видео сіздерге ұнап, пайдалы ақпарат бөліп жатсаңыздар, каналыма жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айгерім.